Мындай форум өңірімізде кездейсоқ өтіп жатқан жоқ. Павлодар облысы еліміздің индустриалдық орталығы, қара және түсті металлургия, мұнай химия, машина жасау, отын энергетика салаларының басты кәсіпорындары аймағымызда шоғырланған. Бүгінде олардың саны 900-ден асып отыр. Республикада өндірілетін өңделмеген алюминий мен алюминий тотығының 100% Павлодар облысына тиесілі. Біз оның 80%-ын экспортқа шығарып, дайын өнімді қымбатқа сатып аламыз. Бүгінде Қазақстанға 200 мың тоннадан астам алюминий өнімдері жеткізіледі. Бұл импорттың орнын басу қажет екенін білдіреді. Ол үшін аймағымызда алюминий кластерін дамыту керек. Бұған бізде барлық жағдай жасалған. Шикізатпен дамыған энергетикалық жүйе өндіріс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Мұнай өңдеу өнеркәсібіне келсек, өңірдегі зауыт жаңғыртудан өтті. Дегенмен көптеген шешілмеген мәселелер бар. Себебі кәсіпорын Сібір мұнайын қайта өңдеу үшін арнайы салынған. Кейін Ресей шикізатты тасымалдауды тоқтатқаннан кейін зауыт біздің мұнайға көшті. Ал оның құрамында күкірт бар. Осы ретте мұнай өнімдерін күкірттен тазарту сияқты көптеген жаңа тапсырмалар пайда болады. Сондай-ақ көшпелі мәжіліс отырысында өндіріс ошақтарына білікті инженерлік кадрлар дайындау мәселесі көтерілді. Айта кету керек, биыл жоғары оқу орындарына қосымша 20 мың білім гранты бөлінген болатын. Соның ішінде қазір қарасаңыздар, Торғай атындағы университетіндегі 2500-дей грант келіпті. Үлкен көмек деп айтуға болады. Павлодар өңірінде қазір қараңыздар бірнеше ірі салалар дамуда. Алюминий кластері, энергетика саласын алатын болсақ, химия саласын алатын болсақ, басқа да салалар. Соның барлығы олар жаңа маман керек. Қарасаңыздар, көріп отырмыз, көрмелерде жаңа технология келіп жатыр. Немістен келіп жатыр, басқа елдерден келіп жатыр дегенде озық технология. Олаған жақсы кадр керек, білетін, білікті. Қосымша бөлінген 20 мың білім гранттар арқасында біздің университетте биыл техникалық мамандықтар бойынша грантқа түскен студенттердің саны айтарлықтай ұлғайды. Жалпы саны 1200-ден асады. Бүгінде білім беру заңы аясында біз жұмыс берушілердің сұранысы бойынша білім беру бағдарламаларын өзіміз дайындаймыз. Мәжіліс соңында Қазақстан Республикасының ұлттық инженерлік академиясы мен Павлодар облысының әкімдігі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Индустриялық инновациялық жобаларды екі тарап бекітілген жоспар бойынша жүзеге асыратын болады. Аида Адрахова, Серік Қонақбаев, Ирбис компаниясы.